Сәлем достар, бүгін сіздермен 5 минутта исполнительный надпись алатын боламыз. Яғни часыға уақыт кетірмей-ақ өте оңай әрі жылдам түрде исполнительный надпись алатын боламыз. Ол үшін бізге тек қана ECP ключ қана қажет. Ең алдымен реестр должников и запретов сайтына кіреміз. Сосын мұнда егер осы сайтқа тіркелмеген болсаңыздар, регистрация жасаймыз, ал егер тіркелген болсаңыздар, код батырмасын басу арқылы ECP ключпен кіреміз. Бұл жағдайда яғни тіркелмеген, сол себепті алдымен тіркелу жолын көрсететін боламын. Мұнда төменге қарай жылжытамыз. Осы жерде войти кнопкасының астында регистрация жасау батырмасы тұр. Оны басамыз. Енді регистрация жайлы мұнда мәліметтер бар. Сонымен толық танысамыз, және де төменге қарай жылжытып, таныстым деп галочка қоямыз, және де выбрать сертификат ECP дегенді таңдаймыз. Мұнда ваш компьютер деген вариантта тұрады, сосын продолжить батырмасын басамыз. Енді осы жерде ECP ключпен кіреміз. Енді осы жерде мұнда телефон номерді және де email көрсетуіміз керек. Мұнда электронды почтаны енгіземіз. Почтаны енгізіп алдық, енді подтвердить батырмасын басамыз. Біздің почтаға хабарлама келеді. Мұнда продолжить батырмасын басамыз, және де осы жерде ECP ключпен тағы да қол қоямыз. ECP ключтың егер де бұрынғы версиясы болса, онда эрзамен қоямыз, ал новый версиясымен, как обычно, сол бір ECP ключпен қол қоямыз. Міне бізде активация, яғни біз осы неге тіркелдік, осы сайтқа тіркелдік, электронды почтамызға тіркелгендігіміз жөнінде хабарлама келеді. Енді X батырмасын басып шығып кетеміз. Сонымен біз реестр должников сайтына тіркелдік. Енді кабинетке кіру үшін ECP ключті таңдаймыз, және де войти с ECP деп ваш компьютер деген вариантта тұрады, оның ештеңесіне тиіспейміз, только продолжить батырмасын басамыз. Енді қол қоямыз, ECP ключтың ауч вариантымен қол қоямыз. Сонымен сайтқа тіркелдік, яғни сайтқа кірдік. Енді осы басты терезедегі исполнительное производство дегенді таңдаймыз. Сосын мұнда төменге қарай жылжытып, строп на странице дегенді 100-ге қойсақ болады. Мұнда мұндағы төмендегі бізге қойылған аресттердің данныйларын шығарып береді. Міне, мұнда біз өзімізге қажетті арестті қараймыз. Мысалы, мұндағы Эксперт плюс, коллекторский агентство қойған. Осының біз исполнительный надписін алуымыз үшін мұндағы көк түсті, ашық көк түсті жазудың үстінен басамыз. Енді бізде мынадай екі не беріледі, екі жолақша, осыларды төменге қарай түсіреміз. Міне осы документтердің ішінен біз өзімізге қойылған арестті, яғни исполнительный надписін қарай аламыз. Міне осылай кішкене төменге қарай, ортасына қарай түсіреміз мына шет жақтағыны. И документтердің тізімін, міне наименование документа деп тұр ғой, осыны төменге қарай түсіреміз де, осының ішінен өзімізге қажетті исполнительный надписті табуымыз қажет. Қараңыздар, негізі көбінде исполнительный надпис документ деп тұруы мүмкін, немесе цифралармен белгіленіп тұруы мүмкін. Мұнда өзімізге жүктеп көрейік осы цифраны. Сонымен бұл исполнительный надпись екен. Осылайша 5 минутта исполнительный надпись алдық.